Қазақ даласында ықылым замандарда дәрігер болмаған, бірақ емшілер мен сынықшылардың болғаны әмбегі аян. Бала кезімде жүкті әйелдің ішіндегі баланы бәкісімен бөлшектеп алып шыққан емші жайлы естіген едім. Ол кезде бала болдық қой. Кейін сол қариялардың көз жұмарын, айтылған әңгімелердің өзімізге керек боларын ол кезде білмеппіз. Қайырлы күн достар. Бұл видео әр қазағым ауырмасын, дендері сау болсын деген мақсатта түсірілген болатын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға міндетті түрде тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Біздің ауылда Үсенбай деген қария болды. Ол кісі шөптің мыңдаған түрін жатқа білетін адам болатын. Бірақ сол біліммен бөліспей кетті. Соны арамдықпен істеді дейсіз бе? Қызықтаған жан болмаған соң шөбін теріп жүре берді де. Балапан басына, тұрымтай тұсына кеткен заман еді ғой ол кездер. Қазақ жерінің асты да үсті де бай. Қойнауы қазынаға толы өлкенің жері де шырайлы. Небір өсімдіктер жайқалып өсіп тұр. Жалпы емдік шөп дегеніміз білгенге ем, білмегенге у дүние ғой. Оның мөлшерін қай мезгілде пайдалану керектігін дөп басу керексіз. Қолымызға түскен ақпаратқа сенсек, қазақ даласында 500-ден астам емдік шөп бар деседі. Енді сол шөптердің біразына тоқтала кетейік. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Видеода бұрын соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алабота деген шөп бар. Бұл менің білуімше 1 жылдық шөп. Кей жылдары тұқым көп шашады ма, ауыл маңына ерекше қаптап кетуші еді. Егіншілікпен айналысатын қазақтар бұл шөпті арам шөп тұқымына жатқызып жатады. Себебі егін алқабында жайқалып өсіп тұрған алаботаны өз көзіммен көрген болатынмын. Біздің алдымызда қазақтар осы алаботаны қайнатып, одан сабын жасаған екен. Киік оты. Бір шөп бар арқада киік оты. Иіскесең лапылдайды көңіл оты деп, белгілі өнертанушы Ерлан Төлеутай ағамыз бір кездері Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшасына жазғаны бар еді. Бұл киік оты дегеніңіз білген адамға көп дүниеге ем. Еліміздің кей өңірлерінде күбіні осы киік отымен ыстайды, ал біздің арқада күбіні толығымен ыстайды. Ысталуы бөлек болған соң қымыздың дәмі де екі түрлі болады. Бала кезімде әжем бізге киік отыны қаппен тергізетін. Себебі әжемнің буындары ауырушы еді. Сөйтіп бала шағасы жинап берген киік отыны қайнатып, бұлауға түсуші еді жарықтық. Қан қысымы бар адамдар осы киік оты шайын демдеп ішсе, қан қысымы бірден қалпына келеді екен. Киік оты шайын ішіп, қақырығым түсіп жақсы болып қалдым деп жүрген талайларды көрдік. Киік отының жапырағын арақ шарап өндірісіне қолданады дейді. Ішімдікке әуестігім болмағандықтан тап мына араққа киік оты қосқан екен. Ішіңіздер, емдік қасиеті бар сусын ғой деп кеңес бере алмайды екенмін. Арқа жұрты киік оты дейтін бұл шөпті еліміздің кей өңірлерінде көке марал деп те атайды. Меңдуана. Қазақта жөнсіз сөйлей салатын адамдарға қарата меңдуана шайнап алғансымай деп аталатын тіркес бар. Соған қарағанда бұл өсімдіктен адамды елтетін дәр жасап алуға болатын сыңайлы. Біздің көзіміз үйренген ақшыл сұрғылт гүлі бар меңдуанамыз сасық меңдуана деп аталады. Медицина саласында сасық меңдуанадан алынған препаратты өкпе демікпесі, тыныс алу жүйесі сияқты ауруларға қарсы пайдаланады. Бұл өсімдіктің қара меңдуана деп аталатын екінші түрі бар. Бұл түрі де еліміздің барлық аймағында өседі. Қара меңдуанадан жасалған препараттар жүйке жүйесін тыныштандыруға, аяқ қолдың дірілін басуға қолданады.
өсімдік жапырағының ұнтағы астамол препаратының құрамына кіреді. Ол кеңірдектің демікпе ауруына қарсы пайдаланады. Меңдуана майы адамды тыныштандыруға, сондай-ақ ревматизм, радикулит ауруына қарсы қолданады. Әбден пісіп тұрған меңдуананы жеп қойған мал уланып өленді дегенді үлкендерден естігенім бар еді. Мың жапырақ. Кей аймақтарда бұл өсімдікті ақбас гүл деп атайды. Өсімдік танушылар бұл гүлді жусан тұқымдас шөптерге жатқызып, ақбас жусан дейді. Елімізде бұл өсімдіктің 10-нан астам түрі бар екен. Құрамында ахилеин алкалоиды, эфир майы, құмырсқа қышқылы, сірке қышқылы, аскорбин қышқылы, С кадаруминдері бар. Ата-бабамыз бұл шөпті көбіне өтке тас жиналғанда, бауыр ауруына қарсы, өкпенің қабынуына, геморройды емдеу мақсатында қолданған екен. Жалпы мың жапырақтың жапырақтары қан тоқтату мақсатында да қолданады. Осы бағыттағы дәрі-дәрмектерге пайдаланады. Қазіргі медицинада мың жапырақтың рөлі артпаса кеміген жоқ. Жалбыз. Бұл өсімдіктің пайдалылығын қандай шкаламен өлшеу керектігін білмей отырмын. Бұл шөптен жасалған дәрілер адамның бар ауруына емдесем қателеспеспін. Жалбыз түйілуді басатын, өт айдайтын, тырысуға қарсы, тыныштандыратын, қабынуға қарсы, ауруды басатын әсерге ие. Жалбыз ас қорытуды жақсартады, тәбетті ашады, асқазан сөлінің қышқылдығын төмендетеді, лоқсуды әлсіретеді, асқазанның түйілуін қайтаратыны және бар. Жалбыздан әзірленген шай ішсеңіз, қақырықты түсіруге, жүйкені нығайтуға да көп көмегі бар. Шек құрттарды түсірудің ең қарапайым жолы да осы жалбыз шайын ішу екенін есіңізден шығармаңыз. Қыз келіншектердің бет терісінің күтіміне байланысты маскаларды да осы жалбыздан әзірлеуге болады. Себебі құрғақ терілерді ылғалдандыратын қасиеті бар. Күнбағыс. Қате көріп отырған жоқсыз. Әңгіме кәдімгі күнбағыс жайлы. Күнбағыстың тамырын суға әбден қайнатып, сол сумен аузыңызды шайсаңыз, тісіңіздің қақсығаны басылады екен. Тіс етінің қабынуына да осы әдісті пайдаланып көріңіз. Тек ескеретін бір дүние бар. Қайнаған суды әбден суытып алыңыз. Әйтпесе қабынған тіс еттеріңіз жазылмақ түгілі күйіп қалуы ықтимал. Бүйрегіңізде, қуық жолыңызда тас болса, мына видео сізге арналған. Күнбағыс сабағын өзегін суға қосып қайнатып күніне бір мәрте ішіп отырыңыз. Ал ішіңіз өтсе және нәжісте қан байқалса, мына әдісті пайдаланып көріңіз. 100 грамм күнбағыс тұқымын суға 1 сағаттай қайнатып, сол суды ішіңіз. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.